Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен құймақтың рецептімен бөліспекпін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сүзбенің сары суынан жасалынады. Өте дәмді, ерекше рецепт болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге бірден жаңа видео ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Бұл жерде мен 2 еселеп жасап жатырмын. Сіздер 1 еселеп жасасаңыздар болады. Төрт жұмыртқамызды жарып, кішкене араластырып аламыз. Енді үстіне қант саламыз және тұз саламыз. Тұзды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді аздап сары суымыздан құйып, жақсылап тағы бір араластырып, осының үстіне ұнымызды салып, қою массы жасап аламыз. Себебі осылай жасасаңыздар, сонда түйіршіктер болмайды қаймақ салмамызда. Сондықтан алдын ала осылай ұнымызды молынан қосып, қою салма жасап аламыз. Массамыз қою болды. Барлығын жақсылап бір араластырып, үстінен сары суымызды құямыз. Сары суымызды құйып, сұйылтып аламыз. Барлығын құйдым сары судың. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонда түйіршіктер болмайтын болады массамызда. Массамыз дайын болды. Енді кішкенесін стаканға алып қалған болатымын. Осыны газге қойып ысытып аламыз. Ысытып алдым. Қайтадан стаканымызға құямыз. Енді үстіне ас содасын салып көпіртеміз. Көбіп жатыр. Енді осыны сұйық массамыздың үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді осы барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз осымен дайын болды. Сұйықтығы осындай болады. Міне осындай болады. Енді осыны пісіреміз. Табамызды қызып тұрған табаға бірінші кішкене май құйып, қыздырып аламыз. Енді массамызды құйып, осылай табамызды айналдырып, пісіреміз. Міне осындай тесік-тесік болып шығады. Өте керемет дәмді рецепт. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады екен сары сумен. Жасап көруге кеңес берем сіздерге. Міне біріншісі дайын болды. Осындай болып шықты. Тағы да бірнешеуін құйып көрсетемін. Міне осындай тесік-тесік болып пайда болады.
Енді келесі бетіне аударамыз. Дайын болды, бір беті пісіп. Пісіп жатыр, қандай керемет болып жатыр. Қараңыздаршы, қандай тесік болып шығып жатыр құймағымыз. Құймағымыз мүлдем жыртылып қалмайды. Прям күшті болып шығады ғой, жасап көріңіздер. Міне барлығы дайын болды. Менде 30 талдай шықты. Өте керемет болып шықты. Сондай нәзік болып, арасы мынандай тесік керемет болып шыққан. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, дастарханға қойсаңыздар, қонақтардың алдына өте керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.